Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін осындай керемет қатпарлы самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Самсаның қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға салқын суды, тұзды, ерітілген сары майды және уксусты құямыз. Біркелкі етіп араластырып алып, үстінен електен өткізген ұнды қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Дайын қамырымызды пищевой пленкаға немесе салафанға салып, холодильникте 20-25 минутта демалдырамыз. Холодильниктен шыққан қамырымызды теңде 2 бөлікке бөліп, екеуінде жайып аламыз. Екі қамырымызды жайып алып, осылай арасына сары май жағып, бірінің үстіне бірін қойып, рулет тәрізді етіп ораймыз. Холодильникке 2-3 сағатқа немесе морозильникке жарты сағатқа қоямыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Ол үшін фаршымыздың бетіне ұсақтап туралған пиязды, дәміне қарай бұрыш, тұз, сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын. Енді қамырымызды аламыз. Мен қамырды морозильникке жарты сағатқа салып қойдым. Таразының көмегімен қамырларымызды 40 граммнан бөліп алдым. Барлық бөлінген қамырларды ұнның көмегімен біркелкі етіп жайып аламыз. Жайылған қамырларымызға салмаларымызды саламыз. Қалауларыңыз бойынша түйесіздер. Маған өрген ыңғайлы болғандықтан осылай өріп шықтым. Өрілген самсалар піскен екен, өте әдемі көрінеді. Самсаларымыз дайын. Енді жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып, самсалардың бетіне біркелкі етіп жағамыз. Қалауларыңыз бойынша күнжіт сепсеңіздер болады. Мен ақ күнжітпен қара күнжітті сәндік үшін сеуіп шықтым. Енді осы самсаларды алдын ала қыздырылған 200 градус пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Самсаларымыз осылай керемет болып пісіп шықты. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айнұр. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.